Бәріне сәлем оқушылар. Бүгін сіздермен Excel кітабының 70-ші бетіндегі Choosing TV Programs тақырыбын талқылайтын боламыз. Каналға бірден тіркеліп, комментарийге рахмет деп жазып кет. Каналда 10 000 подписчик болған кезде мен өзімнің кім екенімді айтамын, және де сендерге көрсетер сыйлығым бар. Сонымен бастаймыз. Бірінші тапсырмада сендерге айтады listen and repeat дейді. Қайталап айт дейді. Мен мына жерге аудармасын жазып қойдым. Do you fancy watching it? Оны көргің келе ме? What else is on? Тағы не бар? Quiz show boring. Викториналар жалықтырады. That sounds great. Жақсы естіледі. I just hate social dramas. Әлеуметтік драмаларды жек көремін. Oh no, not that. Жоқ, тек ол емес. Екінші тапсырмаға келдік. Екінші тапсырмада сендерге айтады the sentence in exercise 1 from the dialogue between two friends. What program do you choose to watch? Дейді. Listen and repeat. Find out дейді. They choose to watch wildlife programs about sharks дейді. Олар акулалар туралы табиғат бағдарламасын таңдады дейді. Мына текстті сендерге аударып берейін. Санжар. Anna, there is a quiz show on Netflix. Do you fancy watching it? Anna, мына жерде quiz show болып жатыр. Netflix-тан көргің келе ме? Not really. Quiz shows are boring. What else is on? Шынымды айтсам жоқ. Quiz show'лар өте ішіп Басқа не бар? Тағы не бар? Well, there is a wildlife program about sharks. Жақсы, бұл жерде бар программа акулалар туралы. That sounds great. What time is it on? Керемет естіліп тұр. Сағат нешеде? At 6 o'clock. Сағат 6-да. Let's watch it. Кетті көрейік. There is a teen social drama after that. Одан кейін жасөспірімдерге арналған әлеуметтік драма болады. Oh no, not that. I just hate social dramas. Жоқ, ол емес. Мен әлеуметтік драмаларды жек көремін. Сонымен үшінші тапсырмаға келдік. Үшінші тапсырмада саған айтады. Find the phrases in do you feel like watching it. Мына жерде берілген сөздерді көрдің бе дейді. And find phrases in which mean. Мына жердегі сол сөйлемдерді тап дейді. Мына жерде қараңдар. Do you like watching it дегенде. Do you fancy watching it пен ауыстырса болады. I'm not really in the mood. Менің көңіл күйім болмайды деген орнына what else is on қолданса болады. Немесе that's okay with me дегенді that sounds great пен қолданса болады. When does it start? Ол қаншада басталады дегенді what time is it on? Let's watch it дегенмен қолданса болады. Енді ең соңғысы I can't stand social dramas'ты мен жек көрем әлеуметтік драмалар деген сөзді I just hate social dramas дегенмен баламасымен байланыстырса болады. Арғай төртінші тапсырмада сендерге жай ғана біреуін санжар, біреуін Анна болып оқыңдар дейді. Бесінші тапсырмаға келдік. Бесінші тапсырмада сендерге айтады дискашн жасап, мына диалогты көріп жазба жаз дейді. Бастадық. Do you fancy watching TV? Саған телевизор көргің келе ме? Yes, what's on? Я, не болды? Я, не бар дейді. There is a quiz show at 6. 6-да викторина бар. Oh no, quiz shows are boring. Жоқ, олар жалықтырады. What else is on? Тағы не бар? There is a wildlife program at 6:30. 6:30-да табиғат бағдарламасы бар. Жақсы екен, соны қарайық. Sounds great. Let's watch it. Балалар жалпы сабақ ұнаса каналға тіркеліңдер, комментарийге рахмет деп жазыңдар. Себебі мына жақта жаңа видеолар өте көп болады. Goodbye, have a nice day.